ақтай алмайды. Құнарлан айырылып қу Мединеге айландырған жел жарасы да сол жерді мекен еткен бейкүнә халықтың қанына сіңіп өзегіне түскен дертті әлі жазылған жоқ. Бір кездері мүлде құпия болған құбыжық қарудың сынақ алаңына жақын елді мекендер тұрғындары радиация зардабын күнге дейін тартып келеді. Солардың бірі мен Кәкім Қамзақ Қарабаев. Мен сол полигонның 44.835 аша құпиясында әскерде болдым. Енді Алқисан Арғай тыңдаңыздар. Атом салған қанды қырғын іздері әлі кебе қойған жоқ. Ион сәулесі, оның сеуіп кеткен уы әлі есімде. Зұламаттың қанды шеңгеліне түсіп, өзін өзі өлтірген кәрі жастың дауысы өмірге келіп, өмірдің дәмін таппай шырылдап кеткен сәбилердің жан дауысы, әже, ата, ана ішіндегі ащы запыранын айта алмай кеткен адамдардың аяныштығы қаншама. Иә, қайғылы тағдыр көз алдымда. Сол елден көшіп, қонысынан туған ауылынан ауған соң, мұңлық әке, мұңлық бала да біреудің есігінде кіріптар кешіп жүрген адамдар қаншама. Түбегейлі әлеуметімен болып кеткен адамдар қаншама. Оны көзімен көрдім әкем. Бүттір бір семья жоқ. Екі ұлы кетті, әкесі кетті, баласы кетті, өзі кетті. Семей халқы